Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Герцшпрунг-Рассел диаграммасы болып табылады. Герцшпрунг-Рассел диаграммасы астрономдар үшін өте бағалы болып табылады. Себебі ол жұлдыздар эволюциясын көрсетуге өте жақсы көмегін тигізеді. Герцшпрунг-Рассел диаграммасы қалай болады, сызайық. Герцшпрунг-Рассел диаграммасы жарықтылық пен температураның немесе абсолюттік жылдыздық шамамен түс көрсеткіштің тәуелділік графикі деп атасақ та болады. Немесе абсолюттік жылдыздық шамамен температураның жарықтылық пен түс көрсеткіштің деп атасақ та болады екен. Мұндағы O, B, A, F, G, K, M деп отырғанымыз олар класстар болып табылады. Жарықтылық luminosity деген сөзден шыққан, L әрпімен белгілеп тұрмыз. Жарықтылық бізде күннің жарықтылығымен салыстырғандағы болып табылады. Және M деп отқанымыз бұл абсолюттік жұлдыздық шама, үлкен M магнитуда деген сөзден келіп шыққан. Температура, T әрпімен температура және кельвинмен белгіленіп тұр екен. Және оның ішіндегісі бұлай болып көрінеді. Герцшпрунг-Рассел диаграммасында біздің бір жұлдызды өте анық тауып ала алады екенбіз. Ол әрине күн болып табылады. Күн бізде күннің жарықтылығын өзімен салыстырғанда 1 болып табылады. Және оның абсолюттік жұлдыздық шамасы жуықтап алғанда плюс 5 болып табылады. Және оның класы G класына жатады дағы, температурасы шамамен 6000 кельвин болады. Сонда біздің күн шамамен мына жерде орналасты деп есептеп алсақ болады. Герцшпрунг-Рассел диаграммасы мынандай тізбектерден тұрады. Оны мына жерде көріп тұрсыздар. Жоғары жақта алып жұлдыздар, төменгі жақта ергежейлі жұлдыздар орналасады. Және ол тізбектерге қандай жұлдыздар жататынын айтып кетейік. Біріншісінде аса алыптар, жарық алыптар, алыптар, субалыптар, мынаны бас тізбек деп атайды, және субергежейлілер және ергежейлі жұлдыздар болады. Жазып кетейік. Міне осында көріп тұрғандағыдай әр тізбектің аттарын атап өттік. Енді бас тізбекте бізде жұлдыздар көп өмірін бас тізбекте өмір сүреді екен. Егерде біз Герцшпрунг-Рассельден қарайтын болсақ, онда мына басында тұрған О жұлдыздары, олар өте ыстық жұлдыздар және көгілдір түсті жұлдыздар болып табылады. Б жұлдыздары ақшыл көгілдір жұлдыздар болып табылады. А классына жататын жұлдыздар ақ жұлдыздар болып табылады. F классына жататын жұлдыздар ақшыл сары жұлдыздар болып табылады. G классына жататындар сарғыш жұлдыздар болып табылады. К классына жататын жұлдыздар тоқсары жұлдыздар болып табылады дағы, М классына жататын жұлдыздар қызыл жұлдыздар болып табылады екен. О, Б, А класстарында пайда болған жұлдыздар осы бас тізбектің бойымен өмір сүріп келеді дағы, оның құрамындағы сутектің жанып бітуіне байланысты олар келесі этап, яғни алып жұлдыздарға ауысып кетеді. Егер О жұлдыздар болатын болса, олар аса алыптарға, Б жұлдыздары жарық алыптарға немесе алыптарға деген сияқты субалыптарға осылай ауысып кетеді екен. Одан кейін оның сыртқы қабықшасы атылып кеткеннен кейін олардан қалдықтар ақ ергежейлілер немесе нейтронды жұлдыздар және қара құрдымдар пайда болады. Нейтронды жұлдыздар мен қара құрдымдар Герцшпрунг-Рассел диаграммасында көрінбейді, олар тыс жатады, ал бізге ақ ергежейлілер пайда болатыны көрініп тұр. Дегенмен температурасына қарайтын болсақ, қызыл алыптар температурасы өте төмен болып табылады. 6000 кельвиннен қайда төмен, 3000 кельвинге дейін келеді. Алайда олардың өлшемдері өте үлкен болғандықтан, олар өзінен жарықты үлкен мөлшерде шығарып жатқан сияқты болып көрінеді дағы, бізге ол жұлдыздарды бақылай алу мүмкін болып табылады. Ал егерде өлшемі кішкентай, алайда температурасы жоғары ақ ергежейлілерге келетін болсақ, олардың жарықтылықтары өздеріңіз көріп тұрғандай өте кішкентай болып табылады. Температурасы жоғары болғанымен олар өлшеміне байланысты болады. Ал қызыл алыптардың температурасы төмен болғанымен олардың өлшемдері үлкен болғандықтан олардың жарықтылықтары үлкен екеніне көз жеткізе алады екенбіз.
Ал абсолюттік жұлдыздық шамалары көріп тұрғандай минус 15-ке дейін барады екен. Ал осы Гершвин-Рассел диаграммасындағы күннің эволюциясын қарайтын болсақ, күн өз кезегінде қазір 5 миллиард жыл өмірін сүрді, одан келесі 5 миллиард жылында осы тізбектің бойымен жүреді дағы, келесі этап ол қызыл алыпқа қарай ауысады. Мына бір тізбекке қарай ауысатын болады. Одан кейін қызыл алыптан кейін қалатын оның қалдығы ақ ергежейлі болады екен. Мына тізбекке қарай кейіннен көшеді екен. Жұлдыздардың эволюциясы жайлы мен басқа дәрісте жазғанмын, сол дәрісте толығырақ біле аласыздар. Осымен біздің Гершвин-Рассел диаграммасының дәрісі аяқталды. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.